Ассалаумағалейкум көпшілік. Бүгін сіздерге Livegood компаниясымен танысып келіп отыр. Американдық компания. Бұл компания көптеген адамдардың өмірін өзгертетін мүмкіндіктерге толы бизнес деп өзім есептеймін. Livegood бұл желілік компания, желілік бизнес. Орысша айтқанда сетевой бизнес. Бұл бизнес сетевой индустриясында төңкеріс әкелген компания деп есептеймін. Livegood'та арзан әрі сапалы өнімдер. Бұл американдық клубный система дейді. Клубтық жүйемен жұмыс жасайды. Сетевой бизнестен айырмашылыққа клубтық жүйемен жұмыс жасайды. Клубтық жүйе дегеніміз не мысалға? Клубтық жүйеде әр клубтың өзінің мақсаты болады. Әр клубтың өзінің көзқарасы болады, бағыты. Клубтар әртүрлі болады, мысалы гольф клуб, теннисный клуб, автоклуб немесе фитнес клубтар болып есептеледі. Әр клубтың өзінің оқиғасы, өзіндік жаңалықтары бар. Әр клубтың өзіндік ай сайын төлейтін төлемі немесе жарнасы болады. Яғни $10 шетелде мысалы $10 басталады, жоғарылата кете береді. Клубтар ашық немесе жабық болып бөлінеді. Ашық клубтарға мысалы кез келген адам жарнасын төлеп қосылады. Жабық клубтар ол кішкентай бір өзіндік адам санымен шектелетін болады. Біздерге тұтынушылар клубы шектеледі. Livegood мысал ретінде екі компания алайын, Amazon, Costco дейді. Costco компаниясы бұл тек ақш-тың территориясында жұмыс жасайды. 1983 жылдан бері жұмыс жасайды. Мысалы бұл Costco компаниясы менімен құрдас енді. Ал 1994 жылы Amazon компаниясы. Amazon компаниясының бір қызық оқиғасы бар. Иесі 93 жылдары, мәкен 92 жылдары болашақта бүкіл дүние зат интернет арқылы сатылады деп естілген. Осы идеямен ол жанданып интернет дүкен ашумен кірісіп кетеді. 1994 жылдан бастап 1998 жылға дейін Amazon компаниясы кітап сатады, тек қана кітап сатады. Арғарыда қазір өздеріңіз білесіз, Amazon компаниясы көптеген заттар сатады, тауарлар сатады. Ол интернетте әлемге әйгілі компания болып есептеледі. Мысалы қазіргі таңда Amazon компаниясында 200 мыңнан астам адам тұтынушылар есептеледі, Costco'да 120 миллион, 200 миллион адам Amazon'да. Ал Costco'да 120 миллионнан астам адам тұтынушылар. Amazon'ның ерекшелігі ай сайынғы төлем бұнда $15. $15 не үшін төлейді мысалы? Amazon'да жеткізу, доставка дейді ғой. Жеткізу тегін болу үшін әр адамға ай сайынғы $15 төлеп сол клубтың мүшесі болып отырады. Ал Costco компаниясында ай сайынғы төлем $10. Livegood клубының мақсаты адамдардың өмірін жақсартып, қана өмір тұтынушылардың ақшасын үнемдеу. Мына жерде қазір түсінікті болып кету үшін ай сайынғы не үшін төлейді, сол туралы айтып кетсем. Мысалға Netflix компаниясын білесіз, интернетте сапалы кинолар көрсету. Мысалы соны сапалы кино көру үшін Netflix'те ай сайын қателеспесем $10 төлеп өтеді. $10 төлеп сапалы әрі мықты разрешение дейді орысша айтқанда. Сондай киноларды қарауға мүмкіндік береді. Бұндай төлем YouTube'те де бар. YouTube'те де ол қанша төлейтінін білмеймін, бірақ ай сайын өзінің төлемі бар. Ол YouTube'те
Сіз бір видео қарағанда байқайсыз ба, кез келген видеода бір реклама шығып кетеді. Сол рекламаны болдырмау үшін, мысалы YouTube'да де ай сайын төлейтін жарна бар. Liquid Club'ның мақсаты адамдардың өмірін жақсартып қоймай, тұтынушылардың ақшасын үнемдеу. Яғни бұл жерде кез келген өнімді 60 немесе 75%-ға дейін скидкамен, өзіндік бағасымен сатып аласыз. Сол жымында ай сайынға $10 төлейтін жарна бар. Яғни зауыттың бағасымен сатып аласыз кез келген затты. Liquid компаниясы 2020 жылы тіркелген. 2020 жылы тіркеліп, ал жұмыс жасап бастағанына 8 айдай болды. Яғни бұған дейін ол дайындалып, документтерін бәрін шетелде, Америкада тіркеліп 20 жылы тіркелген. Мана айтып өткендей, басқа сетевой компанияларға қарағанда Liquid компаниясының мүшелері 75%-ға дейін тауар алып, ақшаны үнемдей алады. Компанияның басшысы Бен Глинский деген болады. Бұл генеральный директор. Бұл кісі бұрынғы уақытта басқа сетевой компанияда жұмыс жасап, сетевой компанияда бір мықты дәрежеге көтеріп, одан кетіп қалып, өзі Liquid компаниясын ашып, жұмысын бастап отыр. Бен Глинскийдің екінші көмекшісі, ол директор сетевой маркетинг дейді, Науда Хазан. Бұл да бір мықты сетевик, маркетинг жағынан жауап береді. Ары қарай Гудкин, бұл отбасылық Райан Гудкин дейтін өнімдерді әзірлеу, Liquid компаниясына шығып жатқан. Әрбір өнімге осы Райан Гудкин, Лиза Гудкин екеуі жауап береді. Ары қарата интернеттен, мысалы Google'дан businessforhome.org дейтін компанияны іздеп қарасаңыз, бұл сайтта бүкіл әлем бойынша сетевой компаниялардың рейтингтері көрсетіліп тұрады. Қандай рейтингте тұрған, қанша оборот жасап жатқан, бәрін осы сайттан білуіңізге болады. 2023 жылғы Business for Home сайтының сауалнамасы бойынша ең сенімді компаниялар тізіміне жарияланған болатын компаниялар тізімі. Бұл тізімде Liquid басшысы тізім бойынша екінші орында тұрды. Қателеспесем, осы күні кеше бұл тізім өзгерді. Бұл тізімде Liquid басшысы бірінші орынға ие болды. Business for Home сайтының рейтингі бойынша қазіргі таңда Liquid компаниясы 5-ші орында тұр. Бұл сайтқа өзіңіз кіріп, өзіңіз тексеруіңізге болады. 5-ші орында тұр. Ары қарата әлемдік сетевой компания рейтингін қарасақ, Liquid 5-ші орында. Greenway Global. Мен өзім білетін, танитын компанияларды көрсетіп отырмын, 46-ші орында. Гербалайф 48-ші орында. 52-ші орында Amway. Ары қарата Atomy, Janus, Mary Kay, Oriflame. Енді бұл тізім қазіргі таңда сіз видео қарап отқан кезде бұл компаниялардың рейтингі не жоғары, не төмен болуы мүмкін. Бұл рейтинг. Ары қарата Top Direct Selling Compensation Plan дейді. Бұл әлем компанияларын өзі көрсетіп қойын. Business for Home сайтының сауалнамасы бойынша
мысалы әрбір компания басшысы, әрбір компания мысалы ең мықты 6-лық қой, 8 ғана. Мысалы 51% тапқан әр компания өзінің табысын өзінің партнерларына жұмсайды. Мысалы екінші тұрған 61% жұмсайды өзінің тапқан табысын, 63-65. Ал Livewood компаниясы өзінің тапқан табысының 82% өзінің партнерларына бонус ретінде жұмсайды. Livewood өнімнің партнері болып та немесе клиенті болып та сатып аласыз. Мысалы әр өнімнің өзіндік өз сертификаттары болады. Livewood өнімдерінің клуб мүшесі болсаңыз да, болмасаңыз да сатып аласыз. Яғни мысалы мына 2 витамин, бір әйелдерге, бір ерлерге арналған. Екеуінің құрамасы ер адамға, әйел адамға негізделіп жасалған. Мысалы Livewood мүшесі болсаңыз, мысалы бұл витаминді $10 аласыз. Ал Livewood мүшесі болмасаңыз, онда $15 сатып аласыз. Мысалы қарап өтейік. Мына жерде дәл осындай дәрумен Livewood'та $10 болса, басқа компанияларда конкурент дейді ғой. $47, $29. Мына жерде айтып қарап өтейік. $29. Ал Livewood мүшесі болмай, аның өзінде де $15 аласыз. Ал мына конкуренттердің дәрумендерін қарасаңыз, дәл осындай $47, $29 шығады. Livewood өнім бағаларын басқа компания өнімнің бағаларымен салыстырып қараңыз. Мысалы, Organic Super Greens дейтін дәрумен $18. Басқа компанияда мысалы $70 немесе $100 сатылып жатыр. Бұл компанияның тағы да бір өнімі CBD oil дейді. Біздің компанияда мысалы $15 аласыз, мүшесі болып. Ал басқа компанияда 90 немесе $80 сатып аласыз. Көріп отырсаңыз, айырмашылық заводтың бағасымен, барлық дәрумен. Басқа сетевой компанияларда неге қымбат? Мысалы, ол қымбат, ол жерде оборот жасап бал жасайды, сол балдың ақшасын өзінің партнерларына беруге мәжбүр болады. Ал бұл компанияда сіз дәруменді алыңыз, алмаңыз, ешқандай бал жоқ. Бұл жерде сауда жасайсыз ба, жасамайсыз ба, өз еркіңіз. Яғни маркетинг пен тауарды екеуін бөліп тастаған. Бір-біріне бағынбайтын. Үй жағдайында жасайтын интернет бизнеске төңкеріс, яғни интернет бизнестің түбегейлі өзгерткен компания. Бизнеске қосылу құны мұнда $50. Бір жылға бірден төлейтін болсаңыз $140. Бұл жерде бірден бір жылға төлесеңіз $20 үнемдей аласыз. Ай сайын сауда жасау мұнда жоқ, айтып кеткендей. Бал жинау, сату ондай жоқ. Адам шақырған үшін сізге 50% төлейді. Мысалы, $50 адам қосылды ма, сізге $25 бонус ретінде беріледі. Компания түскен табыстың 82% клуб мүшелеріне төлейді, яғни әрбір партнерға бөлінеді. Пассивтік табысқа шығу мүмкіндік бар. Ыңғайлы кабинет.
басқа сетевой компаниялармен жұмыс жасауға рұқсат. Мысалы, басқа компанияларда жұмыс жасап келіп, екінші компаниямен маркетингі тауар ұнап қалса, онда басқа компаниялардың шарты бойынша бөтен компанияда жұмыс жасай алмайсыз. Егер жасайтын болсаңыз, онда тапқан табысыңыз, беделіңіз бәрі жойылатын болады. Ал бұл компанияда жүріп басқа компаниямен жұмыс жасайтын болсаңыз, компанияның бәрі сондай мүмкіндіктері бар. Ликвидқа тіркелген кезде осындай интернет парақша ашылады. Бұнда Powerline дейтін система бар. Бүкіл әлем бойынша адамдар тегін тіркелген кезде бір линияға бірінің астынан түсе береді. Мысалы, біреу Америкада, біреу Қытайда, біреу Индияда, біреу Монғолия. Кім қай уақытта тіркеледі, соның астынан түсе береді. Мысалы, сіз мына жерге тіркелдіңіз тегін. Сіз болып саналсыз. Ары қарата сіз $50 қосылдыңыз делік. Сіз ақшасын төлеген адамның астына барып тұрасыз. Көрдіңіз бе? Сіздің астына тағы біреу барып тұрады. Бұл жерде айтып кетейін. Сіз бұл компанияға тіркелгеннен кейін астыңызға адам келеді деп айтылған. Бірақ маркетинг бойынша бұл бүгін келе ма, 1 жылдан кейін келе ма, 2 жыл, 3 жылдан кейін ме белгісіз. Бірақ түбі астыңызға адамдар келіп қосылады. 2/14 матрицасы бар. Ақша төлеген адамдар переливпен түсіп тұрады. Бұл жерде адам шақырмай-ақ $2047 табысқа шығуға болады. Мұны айтып кеткендей, ол 2 жылдан кейін бола ма, 1 жылдан кейін бола ма, 3 жылдан кейін бола ма, ол белгісіз әзірге. Бірақ түбі болады. Бұл компанияда белсенді жұмыс жасайтын адамдардың чегі $7,000, $19,000, $70,000. Бұл белсенді жұмыс жасайтын адамдардың чектері жоғарыда. Мысалы, Тим Миллер дейтін кісі ең алғаш бриллиант бұл компанияда. Бұл кісінің айтуынша 5 ай бұрын үйсіз-күйсіз өмір сүрген. Ликвидқа қосқаннан кейін $100,000, ай сайын $100,000 табысқа шыққан. Бұл менің өмірімді 180 градусқа өзгертті дейді. Бұл кісі айтады. Қазіргі таңда ең табыскер, мықты, көп төлейтін адамдардың бірі Тим Миллер деген. Бұл кісінің есімде алғашқы видеоларында, мысалы презентация жасағанда, видеосы ашылмайды, көрінбейді. Бұл артынан белгілі болды. Басқа түгел очки, көзілдірік алуға мүмкіндігі болмаған екен. Көздері сынық болғасын, содан ұялып, видеода өзін көрсетпейтін болған екен. Қазіргі таңда ай сайын бұл кісі $100,000 асты табыс табады. Фактор 4 дейді. Бұл компанияда $19 тұрады. Осы тауарды айтып кетейік ағарда. Мысалы, мен өзім сатып алып кеше Америкадан маған 27-28 күнде келді. Бұл фактор 4 дәрумені, астма, жүрек ауруы, инсульт, қатерлі ісік, қант диабеті, артрит, бүйрек және бауыр ауруларының алдын алуға көмектеседі. Негізі көптеген аурулар қабынудан, салқын тиюден пайда болады. Бұл соған мықты көмектеседі делінген. Бұл құрамда балық майы, куркума, коэнзим Q10 және сарымсақ бар. Бизнесті бастаудың 2 жолдары болды.
Бірінші жыл ол жай бизнес. Яғни ешкімге айтпай, ешкімді шақырмай, тиімдісі бірден бір жылға $100 қосылу. 1-2 жылдан кейін 200 немесе $2000 дейін табыстауға мүмкіндігіңіз бар. Екінші жыл ол белсенді болу. Белсенді болып 1-2 жылдан кейін табысыңыз $3000-дан $30,000 жоғары болуы мүмкін. Негізі Liquid компаниясы келгелі байқап жүр. Бұл компанияға сөздің шыға керек. Басқа компанияда, яғни сетевой бизнестерде көп табысқа шыға алмай жүрген, немесе табыс көзін таба алмай жүрген көптеген адам болған. Солардың көбісі осы компанияда жүріп жақсы табысқа шыққан. Мен сізді қандай бизнеске шақырып тұрмын? Мысалы, бірінші бұл заңды бизнес, яғни бұл Америкада құралған, Америкада пирамида немесе басқа да заң бұзушылыққа жол бермейтін заңдары мықты. Екіншісі бұл әлемдік рейтингтер басында, яғни мына Business for Home сайтындағы көріп отқандай әлемдегі ең мықты сетевой компаниялардың басында тұр. Үшіншісі әлемнің әр жерінен жұмыс жасауға болады мұнда. Төртіншісі доллармен табыс таба аласыз. Яғни бұл компанияда әр табыс доллармен есептеледі. Бесіншісі болашағы зор әлемдік маркетплейс. Бұл компания Liquid айта кетейін, мысалы 21 жылы тіркелген, дәруменнен басталып тұр. Ана Amazon компаниясы айттым ғой, 94-тен 98-ге дейін тек қана кітап сатқан. Ал бұл Liquid компаниясы тек дәрумендермен бастап отыр. Мұнда тек дәрумен болғанда 21 жылда көптеген адам өзіңіз білесіздер. Пандемиямен тұспа-тұс келді. Сондықтан ең басында бұл компания дәрумендерді таңдап шығарған. Ары қарата бұл компанияда қателеспесем туризм бар, басқа да тауарлар бар, дәрумендер бар. Мықты үлкен маркетплейске айналатынына сенімдімін. Зат сатып алмайсыз, сатпайсыз. Бұл өзіңіздің еркіңіз. Өзіңізге керек па сатып аласыз, керек емес па, онда ешқандай тауар оборот жасап қажет жоқ. Компанияға клиент керек, әр шақырған адамыңызға мысалы бұл $25 төлейді. Мысалы осы компания туралы бір кісіге айттыңыз, ол кісі ұнатып, осы компанияға қосылып ақшасын төлеген кезде сізге сол үшін $25 бір реттік төленеді. Сегізінші бұл стартап. Әлемнің әр жерінен келіп түскен адам үшін 25 цент төленеді. Мына адам шақырмай $2000 дейін табыстауға болады деп айтып кетті ғой. Мысалы, переливпен сіз тұрсыз, сіздің астыңызға 1 жылдан кейін 2 жыл, мысалы 3 жылдан кейін астыңыз болады көптеген адам. Әрқайсысы 25 центтен төленгенде сол $2000 ақша құрайтын болады. Ештеңе шақырмай, ештеңе сатпай ақ. Тауар завод бағасымен. 10-шы 200-ден астам елмен жұмыс жасайды бұл компания. Партнерлар. 11-ші сайт 130 тілге аударылған, соның ішінде қазақша тіл бар. 12-ші қанша адам шақырсаңыз да өзіңіз білесіз. 2 адам ба, 20 адам ба, 2000, 3000 өзіңіз білесіз. 13-ші пассив. Яғни бұл пассив сіздің отбасыңызда мол табыс тапсаңыз, өміріңізді мықты өзгертетін болады. 14-шісі ең жақсы көретін маған ұнайтын жері осы. Шақырған адамыңыздың табысының 50%-ін сізге бонус қылып береді. Мысалға, сіз шақырған адамыңыз мықты белсенді болса, ол $1000 тапса, $500 сізге бонус ретінде беріледі. $10,000 тапса, $5000 сізге бонус ретінде беріледі. Әзірге осы.
Так, сіздерге қазір компанияның сайтын көрсетіп жіберейін. Сайт ішінен осындай. Дүкенін көрсетіп жіберейін қазір. Әзірге компанияның осындай дәрумендер бар. Келім. D3, Ultra, Super Green, мысалы. Super Reds, жүрекке мықты. CBT Oil. Бұл енді бірінші презентация менде. Бара-бара бұйырса, бұдан да келім, бұдан да жақсы өткізем деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, астына WhatsApp сілтемесін қалдырып кетемін. Соған өтіп, өз сұрақтарыңызды қоюыңызға болады.